Бәріңе сәлем. Спорт десе көз алдымызға жеңіл атлет, күрес, футбол және әртүрлі ойындар келеді емес пе? Сол секілді спорттың да қызық жерлері өте көп. Кез келген адамға әйтеуір болмасын бір спорт түрі ұнайды. Жақсы көрген командаң жеңіп тұрып соңғы секундта жеңіліп қалса қандай күйде боласыз? Әрине көңіл күй түсіп кетеді. Жеңісті қолдан жылған команданың ұтқан жағдайын спортта камбэк деп атайды. Әрине сол камбэктер спорт тарихына еніп кетіп жатады. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, достар, ең керемет және ең қызықты 10 камбэк жайлы болмақ. Олай болса кеттік, достар. Усейн Болт. Усейн Болтты кім білмейді өзі? Әлемге танымал желаяқ десе де болады. Әлемдегі ең жылдам желаяқтыларға тиесілі рекордтың барлығы осы жігітке тиесілі. Ол 45 км жылдамдықпен 100 метрді жүгіріп өткен жан. Өзінің карьерасында ол 100 метрді 45 мәрте 10 секундта жүгіріп өткен. Және 31 мәрте 200 метрлік жарыста 20 секундқа жетпей жүгіріп өткен. Тағы да айта кететін жайт. Бұл жігіт 3 олимпиаданың 100 және 200 метрлік жарысында жеңімпаз атанған. Яғни 2004 жылы, 2008 жылы, 2016 жылы. Ал енді бұл жігіттің өнерін тамашалап көрелік. Эстафеталық жарыста Усейн Болттың командасы қалып келе жатады. Эстафетаның соңғысы болып Усейн жүгіреді. Көп жанкүйерлер үмітін үзе бастағанда Усейн біріншісінен озып, екіншісінен оза бастайды. Және жүгірген адамдарды түсіретін камераны да озып кетеді. Кейде ойлайсың Усейн Болтқа адамдар бәсекелес емес деп. Тау үстінде кедергілер арқылы жүріп өтетін экстремалды велоспорт түрі бар. Осы спорт түрінен Европада жарыс көп өтіледі. Бірде Чехия мемлекетінде өткен осы жарыста адам сенгісіз жағдай орын алды. Михаил Морозов атты қатысушы төмпешіктерден секіру барысында велосипедінен құлап түседі. Елдің бәрі аяушылықпен қарап, көздерінің бәрі сол Михаилда болады. Басқа қатысушылар ұзап кетсе де, Михаил орнынан тұрып жарысты қайта жалғастырады. Бірақ та оған жеңістің жолы алыс еді. Ұзап кеткен қатысушылар финишке жақындап қалғанда күтпеген жағдай орын алады. Михаил осындай ерекше тақпырлығымен жеңісті қолдан жұлып алады. Коньки тебу спорты да қысқы спорттың ең ерекше түрі емес пе? Оның да өзіндік жанкүйерлері бар. 2002 жылы Солт Лейк Сити олимпиадасында бір қызық жайт болды. 1000 метрлік қашықтыққа жарысқа шыққандардың ішіндегі ең әлсізі австралиялық Стивен Брэдбари жеңімпаз атанды. Қалай болғанын көріп өтелік. 4 айналымға дейін Брэдбари соңғы болып келе жатады. 5-ші айналымның соңғы бұрылысында 4 қарсыласы кенеттен тайып құлап түседі. Ал Брэдбари болса құлағандардың жанынан жайлап қана өтіп шығып, мәре сызығын кесіп өтеді. Осындай да болады екен. Қазақша айтқанда, ондай ханның қызында да болады дегенмен сай келеді. Коби Брайант, америкалық профессионалды баскетболшы. Ол ұлттық лигада 20 жыл қатарынан ойнаған ойыншы. Бұл жігітті баскетбол аңызы десек те болады. Баскетбол тарихында үздік бомбардир атанған. Америка құрама штаттары атынан олимпиадада 2 мәрте алтынды жеңіп алған екен. Ұлттық лига чемпионы да болды. Коби 2016 жылы баскетболды аяқтады. 2 жылдан соң оған арнап қысқа метражды фильм түсірді. Және сол фильм Оскарды жеңіп алды. Осының бәрі жайдан жай деп ойласаңыздар, өз көздеріңізбен көріңіздер. Ұлттық лигада оның командасы жеңіліп жатады. Ойынның аяқталуына 2 минут қалған. Коби бір допты салады, сосын екінші допты салады. Ойынның аяқталуына 5 секунд қалғанда командасына жеңіс сыйлайды. Бұл деген не деген камбэк. 2 минут бұрын оның командасы жеңілеміз деп отырған еді. Ал енді Кобидің арқасында жеңістің дәмін татып жатыр. Америкалық футбол 2013 жылы студенттік турнир, финал және соңғы секундтар. Жалпы ойын Алаба командасы мен Аубурн командасы арасында өтіп жатыр. Матчтың есебі тең еді. Бір кезде күтпеген жерден қызық болады. Аубурн командасының бір ойыншысы допты тосып алып жүгіре жөнеледі және қатты жүгіреді. Оған аз ғана секундтың ішіне қарама-қарсы бетке өту керек болатын. Және де ол мүмкін еместей болып көрінді. Бірақ та қараңыз, ол жүгіріп шығып командасын жеңіске сүйреді. Кейінірек те осы матч рейтинг матч болып тіркеліпті. Хоккей десе көз алдымызда мұз айдынының үстінде ойнайтын ойыншылар елестейді.
Хоккей де оңай ойын емес. Бірақ та бұл спорттың рекордтары көбіне Солтүстік Америкадағы НХЛ чемпионатында орнайды екен. Ойынның аяқталуына 4 қана минут қалғанда, жақсы көретін командаң 4-1 есебімен ұтылып жатса, қандай күйде боласың? Әрине, ешқандай да ұтуға мүмкіндігі жоқ деп қана ойлайсың. Алдағы айтқандай жағдай Оттава мен Монреал арасында болады. Бірақ та Канаданың Монреалы ұтылдық демей, теңестіруге барын сала бастайды. Екінші шайбаны олар 3 минут 22 секундта соқса, үшінші шайбаны 2 минут 4 секундта соғады. Осыған қарамай аз уақыт қалса да монреалдықтар 4 шайбаны 0 минут 0 секундта соғып теңестіріп кетеді. Қарсылас команданың не ойлағанын айтып жеткізу мүмкін емес. Осыдан 4 минут бұрын ғана жеңіп тұрған командаға не болды? Хоккейде тең түскен командалар овертайм ойнайтынын білеміз. Осы овертаймда монреалдықтар 5-ші шайбаны соғып жеңісті жұлып алып кетеді. Таңғаларлық және өте керемет жеңіс деп осын айт. 2014 жылы өткен жеңіл атлетикадан Европа чемпионатында бірнеше рекордтар тіркелді. Қызықты сәттер де аз болмады. Солардың ішінде көзге түскені 400 метрлік қашықтықта 4 адамдық эстафета жарысы. Басында Украина, Ресей және Ұлыбритания қыздары кезек-кезек алда келе жатты. Көрермендер алтын күміс қоланы осы елдер бөліседі деп ойлады. Басқа елдер олардың шаңына да ілесе алмады. Осы жарыстың соңғы айналымында Франция қызы Лория көптің арасынан сырғып шыға келді. Мәре сызығына жақындағанда басында келе жатқандар өз-өздеріне өкпелі болған шығар. Ал енді футбол жайында. 2015 жылдың Голландия чемпионаты ПСВ мен Адо Den Haag командасы арасындағы кездесу. Ойынның соңғы секундтары. Теңестіру не болмаса гол соғу өте қиын еді. Бірақ та футболистер үмітін үзбеді. Қараңыздар, теңестіремін деп қақпашы да келіп жетті. 25 жастағы Мартин Хансен. Оның орны қақпаның жанында емес пе? Ал ол болса қарсылас команданың қақпасының жанында жүр. Негізінде нар тәуекелдік. Басқа ойыншылар секілді Мартин де допты күтіп жүр. Жарайды, не боларын көрелік. Сонымен доп тебілді. Мәссаған, қақпашы Март аяғының өкшесімен гол кіргізді. Таңғаларлық сәт, достар, шынында да таңғаларлық. Адамдардан бөлек жылқы малы да камбэк жасай алады. Оған дәлел, Кентуккиде болған жарыста ұшқыр құс атты жылқы қатысады. Бірақ та ол бұл жарыстың фавориті емес еді. Жарыс басталған сәтте ұшқыр бірден артта қалып қояды, ал басқалары одан ұзап бара жатады. Сол себепті спорт комментаторы ұшқыр құсты аузына да алмайды. Басында ол кадрдан да көрінбеді. Бір кезде ең соңғы келе жатқан ұшқыр құс жылдамдықты қосты ма алға ұмтыла берді. Соңында ол жеңімпаз атанып қарсыластарды біраз жерде қалдырып кетті. Тағы да футбол жайында. Алдыңғы жылғы Чемпиондар лигасының жартылай финалында азулы Барселонаға Ливерпуль командасы қарсылас атанады. Алғашқы ойында Месси бастаған Барселона Ливерпуль қақпасына 3 гол соғып, финалға деген қадамын жақсартып алады. Бірінші болып мергендігімен танылған Суарес еді. Және де керемет голымен Месси де елді таңғалдырды. Қарымта ойында Ливерпуль өз алаңында Барсаны қабылдап, қызықты ойынды көрсетеді. Ливерпуль ойыншылары Барселона қақпасына 4 гол соғып, тас талқанын шығарады. Соңында Ливерпуль командасы Чемпиондар лигасын жеңіп алады. Достар, сіздердің естеріңізде қандай қызықты камбэктер бар? Комментарияға жазып қалдырайық. Осымен достар, видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып қойайық, және де каналға жазыла кетейік. Сіздер көптеп жазылған сайын бізде де видеолар көбейе түседі.